Мына Эйр Астанаға байланысты. Жаңа өте біздің депутаттардың бәрі мәселені көтеріп отыр. Шынында да Эйр Астана біздің аспанның құдайы болып алған. Жаңа билеттің бәрі деген жақындаған кезде көтеріледі. Ол деген жаңағы ара қашықтыққа байланысты бәрі бос әңгіме ғой. Билет қалай ол көтеріледі жақындаған кезде? Жақындаған кезде ол көтерілмеу керек. Наоборот, жақындаған кезде ол түсу керек билет деген бағасы. Сен ол тезірек өткізу керек қол билетті. Бұлар керісінше жұмыс жасайды. Мына Эйр Астананы, лоукастерді, бұны дұрыстап майшамен қарау керек мәселесін. Қостыр мырза, сіз деген мына шаңыраққа қараңыз. Сіз осы мемлекеттің заңына бағынуыңыз керек. Біз Мұсабаев екеуміз 1 сағат кешіккенге 3% штраф салатын норма енгіздік. Енді қызықты қараңыздар. Мен 2 августте, 2 тамызда Эйр Астана кешікті 12 сағатқа мекен, әлі күнге дейін штрафын ала алмай жүрмін. Неге? Олардың қитұрқы жасап қойған схема. Анаған кіріп, заявка беріп, оның жауабын алып, оған барып, оны ақша алу деген, мен әдейі жүрмін соның соңында. Бәрі алам мен оны. Алдында біреуін алдым. Енді қызықты қараңыз. Сол енді алатын болсаңыз, перепискаңыз, алған ақшаңыз сіз ешкімге жарияламауыңыз керек деп олар условия қояды. Министр мырза, мына біріншіден, тек қана Эйр Астана емес, бүкіл бізде көлікте жаңағы қайтаратын ақша компенсацияны бар ғой, заңмен қарастырылған. Соны упрощать етіңіздер. Адам оңай өзінің өтінішін беру керек, ақша тезірек түсу керек оның счетына қайтып келіп. Бұлар өте қиынғылық қойған. Оның сайтын көрінген адам кіріп, оның ішінен жаңағы тауып алып, өтінішті жазып, оны кері ақшасын қайтарып алу, компенсацияны 3%-ді әр сағат сайын. Ол өте қиын мәселе. Тек қана компьютерді білетін, соның соңында ерінбей жүретін ғана адам оны қайтара алады ақшаны да. Әдейі істеп қойған бұлар. Кері байланыс қайда? Министрлік осыны жаңа қолға алыңыздар. Ол скатта да солай. Ол басқа жаңағы әуе темір жолды білмеймін мен. Әуе жолында сондай өте қиын жағдай. Сондықтан біз көңіліміз толмайды. Екінші мәселе. Эйр Астананың бүкіл мультимедиасының көбі басқа тілде. Мемлекет тілде өте аз контент. Оны бірнеше рет айтып жүрміз. Оның орнына келтіру керек. Ол да үлкен мәселе болды. Ол біздің территорияның үстінде ұшып жүр ғой. Біздің өзіміздің компаниямызды біз есептейміз ғой. Неге мемлекеттік тілде ол жерде басымдылық берілмейді? Ең болмаса 50-50 қылыңдар. Ол жерде бар болған 10% болу керек. Әр кеткенде. Мемлекет тілдің үлесі мультимедиасында. Сондықтан, Қостыр мырза, сіз парламентке бірінші рет келіп отырсыз. Сізге бір-ек қана сұрақ қойылды. Бірақ сіз мына Қазақстан территориясына келгеннен кейін бірінші кезекте Қазақстанның азаматтар мүддесін қорғауыңыз керек. Қазақстанның заңын сыйлауыңыз керек. Осы жерде жағдай жасауыңыз керек. Ақшаны бәріміз де жақсы көретін шығармыз, бірақ сіз пайда көреміз деп билетті көтере бермеңіз. Билеттің реті болу керек. Сіз күнде зарплата көтеріп жатқан жоқсыз. ГСМ бағасы күнде өсіп жатқан жоқ. Біздің территориямыз күнде резинка болып созылып бара жатқан жоқ. Оның деген расстояниясы ұзара беретіндей. Ара қашықтығы. Сіздер бағаны көтересіздер. 60 мыңнан 120 мыңға дейін кетіп қалады билеттің бағасы деген. Олай болмау керек. Әр заттың өзінің реті бар. Сондықтан министрлік бұл авиакомпанияларды дұрыстап тұрып қолға алу керек. Жаңа мәселелердің бәрін реттеңіздер. Ережелердің бәрін оңайлаңыздар. Адамдардың байланысын оңайлаңыздар. Ақшаны тезірек түсетін қылу керек компенсацияның бәрі. Тіпті автоматын түсетін қылыңдар. Билет тапсырған кезде біз қарайған штрафты төлейміз. Күлетін ештеңе емес ол. Сіз күлмеңіз. Сіз бізді менсінбей өтсіз. Осы жерде отырып алып. Біз сізге абареген емеспіз Африкадағы. Ештеңені түсінбейтін. Ойнамаңыз. Ондай. Күліп бізді, менсінбей. Бұл парламент. Бұл халықтың өкілі осы жерде отырғандардың бәрі. Халық сайлаған.